Так, сенде қанша бар? Менде 2 мың, брат, біз отыратымыз көрген жоқпын. Менде 3 мың, 5 мың теңге, счет 18 мың теңге, 13 мың теңге жетпейді бізге. Давай қыздарды лақтырып кетейік. Жыныс қой, біздің қыздар емес қой, әйелдер ғой. Тем более онда әйелдер болса, не? Үйге барады ғой, полигон. Келеді ғой айналып. Тұрайық та кетіп қалайық, болды 5 мың теңгені столға қоямыз да. Может, сұрайық, может, әйелдеріңде бар шығар, сен әйеліңде бар ма ақша? Брат, мен еркекпін ғой, кассам бәрі өзімде. Сен әйеліңде бар ма? Мен вообще бермеймін, брат. Ол жұмыста істемейді ғой, өзі таппайды, мен табамын. Домохозяйка ма? Конечно. Болды онда, ары кетсе ыдыс жуып шығады ғой, кете берейік. Кеттік сөйтейік. Жан, Ал. бұл жолы жүкті біз төлеуге. А? Сөйтіп, әйелімізге ақша бермейміз де. Енді... Ал мұна біздің атымыздан. Енді арасында беріп тұрғанда дұрыс екен. Не өзгеріспей қалып тұрсың мен енді анша? Сақалыңыз алдыңыз ба? Сақалды 3 күн сайын аламын ғой. Дұрыстап қараш. Не байқап тұрсың? Шашыңыз алдыңыз ба? Қайдағы шашты 2 апта сайын аламын ғой. Көзіңді ашып дұрыстап қара. Түсіндім. Тісіңіз шайдыңыз ба? Танчо, мен тісімді күнде шаямын ғой. Көзіңді ашып қарасай, не байқап тұрсың мына жерде? Арықта кеттіңіз ба? Қайдағы артта кеткен ба? Өтсі қойшы. Жоқ, одан басқа не байқап тұрсың? Атың кім сенің? Таңшолпан. Не байқап тұрсың? Жонушка деп айта берем ғой. Сол айта беріп сенің атыңды ұмытып қала берем. Сол атыңды ұмытып қалмау үшін мынандай не істеттім саған. Таңшолпан деп. Саған жаным. Рахмет. Ақшасын бере салсын ба? Қазір мамалардың айтқан бәрін істейтін бол. Үйді жинап, шаңдарды сүрт, мынау машинаның ішін жуып қоятын бол. Түсіндің ба? Давай бар. Аға, сосын не ғой, кеше сіз қызыңызға күшті бриллиант подарок еттіңіз, я? 100 мың теңгеге алдым оны бриллиантты. Сол ақшаның бәрін маманың сейфінен алдыңыз, я? Жай. Үніңді өшір, есің дұрыс па? Естіп қоймасын мамалар. Кейін өзім ақша тапқанда орнына қоя салам ғой, айтып жүрмеші. Мама, естідіңіз ғой, я? Өшіре, қайрат е, таяқ жесіне. Мағам айтқан жұмыстардың ана шкафтың бәрін өзіңіз көтеріп, кешке дейін. Болды, өзім істеймін. Машинаны әдемілеп жуып қойыңыз, кешке мен айдап кетемін. Болды, братишка, бір ауыз сөзің ғой, бәрін өзім істеп қоямын, болды, братишка, нормально. Сосын, братишка деме маған. 3 күн бойы мені братан деп жүретін болады. Ты не офигел, братишка. Мама. Болды, братан, қайрат братан. Хрен соны мен істемеймін де өзің істей керек болса. Братан, сіз айтпақшы бәрібір істемейсіз ғой, не? Мен айтқандардың бәрібір істемейсіз ғой сіз. Істеймін. Істемейсіз. Мама көрсем, мама! Қайрат! Көп аға әнілері бар ғой. Бір-біріне айнымайды ғой. Енді айналайын, бір әке, бір анадан туғандар ұқсайды ғой бір-біріне. Екеуміз вообще ұқсамаймыз. Мен енді сәл әдемілеуім да. Сен болсаң, не? қапаға тартқасың. Енді әкем баласың ғой. Ағалы әнілер ше. Бір-бірін киімдерін кие береді ғой. Екеуміз вообще кимейміз ғой. Конечно, кимейсің. Онда не үшін менің киімдерімді киіп жүрсің сен? Қумай, есің дұрыс па? Братишка, сенің кашим шалбарың маған майк болады ғой. Сенбесең көріш, братан. Не көрем? Ваннаға жайып кеткен түрсейім киіп апсың ғой. Сен түрсейіңді ма? Адидас деген жазуы бар, неғында полоскасы бар. Қумай, өз түрсейімді тармайды дейсің ба? Көріш дейім. Серьезно айтып тұрсың ба? Серьезно айтып. Адидас деген жазуы бар ма? Көрдің мен түрсейім киіп ап. Мынау сен бәсі көтім қысылып бөт неме бөледік қойым. Сен түрсейің ба? Еще білесің ба, түрсе емес ол. Не? Шомылуға кетін плавки ғой. Кетші. Бәсі ауа өтпейді, еще бір түрлі карандаш сияқты бар ауыстырып келем мен. Братан, мен кешке қарай бір әдемі қызбен кездесем, сағатың мен сақинаңды лакированный туфлиң бере тұршы, братан. Сақина, сағат лакированный туфли. Жарайды. Бауырымнан аймайым. Ал. Сосын ше, машинаңды берші. Өзінше қыдыртайшы. Машина дейсің ба? Жарайды, сенен аяғымды ит жесін. Братан, сосын ше, ақша берші. Ақша? Сен есің дұрыс па? Бауырым деген сен басыма шықтың ғой. Мен саған сағатым берем, сақинамды берем, лакированный туфли берем, еще машинамды берем. Енді ақша сұрап отырсың ба сен менен? Одан қайта мен кездесің ғой, сол қызбен. А то дешеңнен жалықтым уже. Дешемнен жалықтың ғой, я? Деше. Неше? Деше. Неше? Деше. Неше айтса, неше ақша керек? 100 мың теңге бере тұршы. 100 мың теңге? Бір қызға бару үшін ба? Шеше. Деше. Шеше. Не үшін шеше? Шешеме айт, бір сабат болмасам сен бұзылып кеттің сен.
Не болды настроение жоқ? Басым қатып кетті, братан. Басың батып кетсе шапка киіп ал, ауа райы салқын ғой. Ойнап айтамын. Братан, шапка бар ма? А? Ойнап айтамын. Сен айтып едің ғой, білесің ба? Қызбен жүріп жүрген кезде ұрысып қалсаң, вообще жүрмей кет. Вообще кейін үй боламайсың, үйленсең деп. Дұрыс, жүріп жүрген кезде саған сөз қайтарып, тыңдамай ұрыс шығарама, бітті, үйленгеніңе вообще басыңа шығып от. 15 қызбен жүрдім, братан. Бәрімен ұрысып қалатым. Кетші. 15 қызбен жүрдім. Дұрыс жүрме. Нормальный алдыңғы уақытта шығады. А не үшін ұрысып қалып едің ал? Братан, бірінші қызыма айттым. Жүр, барып пиво ішейік десем ішпейді. Екінші қызыма ше, басқа қызбен киноға барамын дедім, соған ұрыс шығарып, бытыс болды вообще. Үшінші қызыма бардым да, таңғы 4-те бардым. Сөйттім да, үйінен шық, мен келіп тұрмын дедім. Мамам жібермейді дейді. Мамасын тыңдай ма, мен тыңдай ма? Мен саған бірден кетейін ба? Қайрат, сен дал екенсің нағыз. Сен нағыз қатын болатын қыздардан айырылып отырсың ғой, пиво ішейік деген есің дұрыс па? Қыздар пиво ішпейді ғой? Енді, брат. Вино десең бір жөн. Братан. Неге есің дұрыс? Короче, ана жақта екі қызбен таныстым, бензин құйып жатыр ше. Жүрші, сені біреумен таныстырамын мен, братан. Есің дұрыс па сенің? Үйлендім мен, бойдағы емеспін. Ренжіме, никакой қыз. Братан, бізбен бірге демалуға фестиваль кетуге дайын тұр анау екі қыз. Жүрші. Жоқ, есің дұрыс па сенің? Үйлендім мен, бойдағы емеспін. Ой, братан, айтқан бізбен жүрші. Демалайықшы, міне гостиница тұр ғой. Таңға шейін бізбен бірге боламын деп жүрші, братан, демалайықшы, ат дұрысшы. Есің дұрыс па сенің? Үйлендім мен. Серік, қоя тұр. Таңға дейін бола ма гостиницада? Бізбен бірге бол. Ешкім білмейді ғой басқа, иә? Екеуміздің арамызда бол. Точно? Кеттік онда бар, демалып қайда. Сен вообще қуады екенсің ғой? Екі қыз бар. Айтпайсың ба, екі қыздың күйеуі бар екенін? Позорище. Қайда білмеймін, братан? Кеттім мен. Қайда? Жеңгеңе. Үйлендім мен, бойдағы емеспін.